құпия әңгімелер каналының тыңдармандары. Бүгін сіздерге Адасқандар атты туындыны ұсынамын. Көркем осы үлкен шаңыраққа келін болып түскеніне тура 5 жыл болды биыл. Дарын екеуі бір-бірін сүйіп қосылды. Елдің алды болып, екеуі де жоғары оқу орнын қызыл дипломмен бітірген. Қазіргі таңда Дарын мектепте информатика пәнінен сабақ берсе, Көркем химия пәнінің мұғалімі. Сырттан қарағанда, көрсең көз тояр бұл жұптың тек бір ғана әттеген ай бар. Көркемнің құрсағына әлде бір сәби бітпеді. Қалайда Дарынға бір сәби сыйлаймын деп, бармаған емшісі, қаралмаған дәрігері қалмады Көркемнің. Дарын болса, сүйіп қосылған жарын осы кезге дейін қолдап келгенмен соңғы кездері ол да суық қарап жүргендей. Жақында бұл шаңырақта үлкен той, қайын інісі Дархан үйленбекші. Сол тойға дайындаламын деп, Көркем де әбіржіп, дәрігердің берген емінің олпы-солпы қабылдап жүр. Ішінен осыдан той өтсін Дарынға айтып, бір жетіге болса да төркініме барып, демалып қайтпасам ба деп өзін жұбатып қояды. Бір жағынан Көркем үйге келін болып түскелі, абысынды болатынына да қуанып жүр. Енесіне де Көркемге ауық-ауық, қызым, сен әулетке судайсың, тастай батқан адамсың. Жаңа түскен келінге абысындық жасама. Оны сіңіліңдей көр, айналайын деп бар ақылын айтып жүр. Келісім бойынша қайын інісі үйленген соң бірнеше ай өтісімен Көркемдер бөлек шығатын болды. Ауылдың шетіндегі марқұм Амантай атаның үйінде сатып алып қойды Дарын. Жаным, той бітсін, барлық жөн жоралғыны жасап болған соң үйімізді жақсылап, жөндеп, бұйырса қысқа қарай көшіп аламыз деп, ол да бөлек шаңырақ болатынына қуанғандай болды. Обалы не керек бұл тойға Көркем бар күш-жігерін салып дайындалды. Енесіне тойға қосқан шашуымыз деп жинаған бар ақшаларын да Дарынға бергізді. Не де болса атасы да, енесі де Көркемге дән риза. Болашағынан үміт үзбеген, қасындағы адал жарына сенген Көркем де, бұйырса Құдай мені де жарылқар деген сәби сүю сенімінен арылған емес. Алдында не күтіп тұрғанынан бейхабар Көркем осылайша кіршіксіз келіндік қызметін атқарып бәйек болып жүр. Өзі сүйіп қосылған жары мен ата-анасынан артық көрген енесі мен атасы түбі өзіне жау болып өмірін тұзаққа айналдырарын ол кезде Көркем қайдан білсін. Той ойдағыдай өтіп, Көркем бір терең демалды. Қайнысы Дархан аппақ аршылған жұмыртқадай Назым есімді бойжеткенді келін қылып алып келді. Назым бір қараған адамға ақ көңіл, мінезі ашық сияқты көрінді. Көркем екеуі бірден тіл табыса кетті. Келіндік міндеттерді келген күннен ақ бөлісіп алды. Осылай жайма шуақ күндер өтіп жатты. Екі жақ құдалықтың жөн жоралғысын жасап, Назымның жасауын алып келген соң, еншісін алып Көркемдер де бөлек шықты. Алайда бөлек шықты деген аты ғана болмаса, таң атысымен кеш батқанша Көркем мен Дарын үлкен шаңырақта жүретін. Оған себеп жаңа түскен келін жалғыз өзі үй шаруасына жетісе алмай жүрді. Осындай күндердің бірінде Көркем өзін жайсыз сезініп ауруханаға түсіп қалды. Дәрігер Көркемге өз-өзіңді күту керектігін, егер денсаулығына аса назар аудармаса, ана болуы екіталай екенін ескертеді. Бұл жағдай онсыз да бала аңсап жүрген Көркемге ауыр тиді. Ауруханада жатқанда бір апта асып кеткен кезде Дарын Көркемге хабарласып, сен ертең ауруханадан сұранып шық, Назымның аяғы ауыр екен. Дәрігерлер ауыр жұмыс жасауға болмайды деп жатыр. Сол себепті апамдар Назым туғанша үйде болыңдар деді. Тездетіп үйге келіп, бар шаруашылықтың өзіңнің мойныңа ал. Еркелеп болған шығарсын деген күйеуінің сөздері Көркемге ауыр тигенмен еш нәрсе демеді. Тек ішінен, сонда аяғы ауыр адам да, мен адам емеспін ба деп налыды да қойды. Ертесіне дәрігерді тыңдамай ауруханадан шығып кетті. Үйіне бара сала, екі қолды түріп жіберіп, бар үйдің шаруасын өз мойнына алды. Ауылда шаруа деген бітеме. Қанша шаршап, ауырып жүрсе де, Көркем ешкімге білдірмеуге тырысты. Тек кешкісін бөлмеге келіп түсінер деген ниетпен Дарынға ғана назданып еркелейтін. Жаным, аяғымды уқалап берші, қатты шаршап ауырып жүрмін. Сен де арасында көмектесең демейсің. Жұмыстан келе бөлмеге кіресің де шықпайсың. Назым болса анау, әлемде сол ғана бала туатындай болып жүр деп ренжіген Көркемге Дарын жекіп жіберді. Осы сенің ақ ауру сұрқауың бітпейді екен, ызыңдап мазамды ала бермеші деп шығып кетті.
Көркем күйеуінің өзгеріп жүргенін іштей, інісінің бұдан кейін үйленіп бұрын балалы болғалы жатқанын деп түсінді. Түні бойы Алладан бала сұрап жылап шығатын. Ал ертесімен екі көзі жылай-жылай ісіп кеткенін үйіндегілер көрсе де ешкім Көркемге назар аудармайтын. Көркем күннен күнге өзін жалғыз қалғандай сезінетін. Назым да соңғы кездер тым өзгеріп жүр. Көркемге биіктен қарайтынды шығарды. Тек қайын інісі ғана жеңгелеп барынша үй шаруасына көмектесетін еді. Бұнысы әйелі таңнан кешке дейін жатып алатынына ыңғайсызданған түрі болар деп түсінді Көркем. Осылайша бір-біріне ұқсаған күндер өте берді. Дарын болса мүлде Көркемді елемейтінді шығарды. Құдды Көркем өзі тірі елес сияқты сезінетін. Соңғы кездері тіптен төсектен тұруы да қиындай түсті. Неге екен белгісіз, екі аяғында әлсіздік пайда болып, тіптен жансызданып бара жатқандай болатын. Бірақ Көркем ауырдым деп жатып қалса енесі, өтік ауырады бұл қатын. Жай ғана шаруадан қашу үшін деп күңкілдеуді шығарған. Сол кісі тыныш болсын деп Көркем қанша қиналса да таңертең зордың күшімен тұрып, әйтеуір бір нәрсе істеп жүргендей болатын. Бірақ бұрынғыдай емес, істеген ісі еш өнбейтін болды. Дарын болса анасының сөзіне еріп, Көркемге деген көзқарасы мүлдем өзгерген. Бұл үйде Көркемді түсінетін бір жан болса, ол қайнысы еді. Оңашада әйеліне арасында болсын тұрып, жеңгеме көмектессеңші, ол кісі де ауырып жүр деп айтқанымен Назым күйеуіне мүлде құлақ аспайтын. Ал қатты айтуға Дарханның дәті бармайды, себебі дәрігерлер Назымға ашулануға болмайды деп ескерткен. Арада 9 ай өтіп, Назым да аман есен босанды. Назымды ауруханадан шығарар күні таңда Көркем төсегінен тұрып жатып, екі аяғын басқара алмай құлап түсті. Есін жиса ауруханада жатыр екен. Жанында тірі жан жоқ. Тұруға бекініп еді, басында көтере алмады. Біраздан соң медбике келіп Көркемге күйеу алып келіп, тіпті ес-түссіз жатқанына қарамай кетіп қалғанын айтқанда, Көркем сол күні-ақ жарына деген кіршіксіз махаббатын жүрегінен алып тастап, қара жерге көміп тастағандай болды. Содан не керек, дәрігер Көркемге нерв жүйесінің зақымдалғанын, енді жүруі екіталай екенін айтқан күні Көркемнің отбасын деп сеніп жүрген, өзін солар үшін құрбан еткен жандары үйіне алғашқы немерелерін әкеліп тойлатып жатты. Тіпті сүйіп қосылған жары да Көркемнің жанында емес, сол қызықтың ішінде болды. Өкініш өзегін өртеп, тағдырына налып, екі аяғын қанша ұрғыласа да ол аяқтарын сезбеді. Көзінен аққан ащы жас тамағына өксік болып тығылды. Көз алдында аяғы жерге тимей, шыр айналып жүрген кезі кетпей қойды. Өз-өзінің неге ертерек қаралмадым екен, қадірімді білмес жандар үшін сонша жанталасқаным не, өзімді осыншалық қор қылғаным-ай деп өзін жазғырумен болды. Әке-шешем тірі болғанда бұлай зар еңіретіп қоймас еді. Құдай маған екі аяқтап тік жүруді де қимады ғой деп, барар тау, басар жері қалмаған Көркем тек жылаумен болды. Біраз ем алғаннан кейін ауруханадан Көркемді Дарын шығарып алып, өздерінің бөлек шыққан шаңырақтарына әкеліп тастап кетті. Мұздай үйді жылыту үшін еңбектеп жүріп өзі от жақты. Күні бойы нәр татпаған Көркем үмітпен есікке телміріп Дарынды күтті. Кешкісін қисалаңдап Дарында кіріп келді. Түні бойы өзі аурумен арпалысып жатқан Көркемге ананы мынаны айтып маза бермеді. Көркем болса кезінде сүйіп қосылған, үйіп төгіп уәде берген күйеуінің қалай өзгеріп кеткенін түсінбей дал болды. Ендігі жағдайымыз не болар екен деп уайымдап таңдатырды. Ауруханадан шыққанына 2-3 күн өтсе де, екі үй әрі тұратын қайын жұртының біреуі де кіріп шықпады. Әйтеуір көрші көлең бар, жора жолдас барлығы келіп хәл сұрасып кетті. Өзіне жақын жандардың қарасы да көрінбеді. Бұл Көркемнің жанына қатты батты. Әйтеуір бірде аш, бірде тоқ күндері өте берді. Дарын болса істеген нәрсесінің бәрін міндетсінетін болып алған. Бірде ішіп келіп, сені тіпті апарып тастайын десем де, ешкімің жоқ қой сен бейшараның. Саған қайдан ғана үйлендім, басыма бәле болдың деп, өзі әрең жатқан Көркемді жұлқылап жатқанда Дархан үйге кіріп келді. Дархан ағасын 1-2 рет жұдырықпен нұқып жіберді де, желкесінен ұстап алып үйден шығарып жерді. Жеңге, деді Дархан, Көркемнің басын көтеріңкеп. Бұлай болмайды, сізге күтім керек.
Көріп тұрсыз ғой, ағамның сізге қарайтын түрі жоқ. Арақтан қолы босамайды. Одан да мен сізді мүгедектер үйіне апарып орналастырайын. Өзім барып тұрамын. Қолдан келгенше көмек беремін деп жанашырлық танытты. Бұл ұсыныс Көркемге өте ауыр тигенмен келіспеуге амалы қалмады. Тек үнсіз тағдырына көнуге тура келді. Сол күні Дархан от жағып, үйді жылытып, Көркемді тамақтандырып, дәрі-дәрмегін беріп, Көркемнің құжаттарын алып, мен хабарымды күтіңіз деп шығып кетті. Қиын сәтте жанынан табылып, қолдау көрсеткен қайын інісіне Көркем іштей риза болды. Екінші күні үйге ашулы Назым кіріп келіп, Көркемге бас салды. Сенің жағдайыңды неге менің байым ойлау керек? Ауру болсаң өзіңе, саған көмектесуге міндетті емеспіз. Қай күнәң үшін Құдай сені жазалағанын кім білсін? Әйел болып, балада туып бере алмадың қайнағама. Сен үшін неге мен күйеуімнен сөз естуім керек, а? Жайыңа жат, тыныш қана. Дарханның басын қатырушы болма деп, Көркемге бір ауыз сөз айтуға мүмкіндік бермей, есікті тарс жауып Назым кетіп қалды. Маған сонша неге кектенді екен? Не жамандық көрді менен деп жылап қалды Көркем. Біраз күн өткен соң Дархан келіп, Көркемді алып кетті. Қалаға апарып, мүгедектер үйіне орналастырып, керек жарағын алып беріп, тағы келетінін айтып қайтып кетті. Алғашқы күндері үйренісе алмаған Көркем бара-бара тағдырына мойынсұнып, бұл жерге де ет үйрене бастады. Өміріне өкпелі, адам атаулыдан көңілі қалған жап-жас келіншек алда оған да таң күлімдеп атарынан бейхабар еді. Көркем үшін өмірінің қара жолағы басталды. Мүгедектер үйінде жатқанына біраз уақыт болса да, дарын іздеп келмегені былай тұрсын, тіпті хабарласпады да. Өзі хабарласып көріп еді, тұтқаны көтермеді. Уайым қайғыдан күннен күнге Көркем көзген көрге солып бара жатты. Көркемге демеу тек қайнысы Дархан еді. Аптасына 2-3 рет келіп тұратын. Біраз әңгіме дүкен құрып, далаға шығарып, екеуі серуендейтін. Бірде Дархан Көркемге: «Жеңге, Назым екеуміздің арамыз дұрыс болмай жүр. Үйден береке кетті. Мені түсінетін сіз ғана сияқтысыз» деп, осы жаққа қарай жүрегі алып ұшып тұратынын жасырып қалды. Шынына келсек, Дархан осы күні өзін түсінуден қалған. Қолы қалт етсе болды Көркемге қарай алып ұшып келетін. Әу баста бұны қамқоршылыққа балап, ішіндегі түсініксіз сезімдермен арпалысқанымен, соңғы кездері шамасы келмей жүр. Ол үшін Көркем күлсе, бар әлем жап-жарық боп кететін. Бірақ Дархан мұнысы дұрыс емес екенін өте жақсы түсінетін. Бір жағынан Назымнан да жылулық көрмей, тек ұрыс керістен көз ашпағандықтан болар. Көркемнің жанында жан тыныштығын табатын жағдайға жетті. Ішіндегісін бір-екі рет жайып салмақ болып еді, бірақ айтса Көркем енді оның жанына жуытпайтынын біліп, батылы бармады. Міне бүгін де Көркемге келе жатыр, алып ұшып. Не істеп жатыр екен? Мені күтіп отырған шығар. Таңғасын тағы ішпеген болар. Бүгін далаға шығара алмайтын шығармын. Күн суытып кетті деген ойлармен арпалысып, мүгедектер үйіне де келіп жетті. Бөлмеге кіріп: «Қалайсыз, жеңге?» деп амандық саулық сұрасты. Жеңгесі: «Келдің бе, Дархан? Апамдар қалай, кішкентайың қалай, өсіп жатыр ма?» деп сұрап жатыр. «Бізде барлығы жақсы. Бүгін күн суық екен. Осында отырып шай ішейік. Мен әкелген тәттілермен» деп шай қойды. Әңгіме арасында Дархан: «Жеңге, сізге енді сен десем бола ма?» деді. «Неге?» деді Көркем таңғалып. «Енді арамыз 2-ақ жас қой. Жеңге дейтіндей емессіз. Ағамның түрі анау ғой» деп мұрнының астына сөйлегендей болды Дархан. Көркемді Дарханның сөзі ойландырғанмен Көркем үндемеді. Дархан болса, іштей енді Көркемді жеңге ретінде қабылдай алмайтын еді. Сол күні екеуі ұзақ әңгімелесіп отырды. Дархан кеш бата қимай-қимай қоштасып, ауылға қайтты. Жүрегінің жартысын тастап кетіп бара жатқандай сезімде болды. Үйіне келген ол әдеттегідей анасы мен Назымның ұрысының үстінен түсті. Дарханның көргенін көре салып, Назым оған бас салды. «Сен қайда жүрсің, а? Мені мына тозаққа тастап қайда жоқ боп кетіп жүрсің? Әлде біреуің бар ма? Мына шешеңнің аузын жап, болмаса баланы алам да кетем. Сосын даусына зар боласын» деп долданып бөлмесіне кіріп кетті. Онсыз да Дарханды ұстап тұрған тек бала еді. «Қайда жүрсің сен, бала? Анау әйелің бәрімізді қырып жойып жатыр ғой. Бір күн тыныштық жоқ бұл үйде. Көркемім жақсы еді» деп ашуланған әкесіне Дархан: «Көркем енді естеріңе түсті ма?» деп қайтып далаға шығып кетті. Көлігіне отырып көп ойланды.
қол-аяғы байлаулы. Не істерін білмей сарсаңға түсті. Жүрек шіркінде тыныштық бермей барады. Көлікті от алдырды да келген жағына қайта бет алды. Дархан әп-сәтте мүгедектер үйінің қақпасына келіп тоқтады. Бірақ ішке кіруге жүрексініп тұр. Көлігін бір мініп бір түсті. Кіріп барып Көркемді құшақтап көкірегіне қысқысақ келді. Бірақ бұнысын Көркем қалай қабылдар екен? Ішке кіргенмен не дейді? Тұла бойын билеп алған күнәһар махаббатты қалай түсіндіреді? Ол білетін Көркем болса, мұндай сорақылыққа жол бермес. Мазасын қашырған сезіммен жағаласып таңдатты. Дархан Көркемнің бөлмесінің жанына келіп біраз тұрды. Түні бойы ойланғанда жетер. Өлсең айтып өл деп өз-өзін қайрап алып бөлмеге кірді. Көркем әлі ояна қоймапты. Аяғының ұшымен барып Көркемнің жанындағы орындыққа жайғасты. Ішінен не деген нәзіксің Көркемім? Саған деген сезіміме қалай ғана тұсау салам? Мен сенен өлсем де бас тарта алмаспын. Сен тек мендіксің деп іштей Көркемді өзіне меншіктеп алды. Кенет Көркем оянып кетіп, қарсы алдында тесіле қарап отырған Дарханды көріп шошып кетті. Дархан, таң атпастан сен мұнда не істеп жүрсің? Әлде үйде бір нәрсе болып қалды ма? Дарынмен барлығы жақсы ма деген Көркемнің сұрағы Дарханның жүрегін тіліп жібергендей болды. Таң қалам саған Көркем. Сені керексіз етіп тастап кеткен адам үшін әлі де уайымдап жатырсың ба деді. Өзі онсыз да сезіммен арпалысып жүрген Дарханның жүрегінде қызғаныш оты лап етті. Жоға, жай сенің ерте келіп алып отырғаныңды көріп қорқып кеттім. Тыныштық па? Ертең келем деп едің ғой деді Көркем. Қойшы, жақтырмаған адамға ұқсап, сағынып кеттім деді Дархан тіке қарап. Көркем түсінбей абдырап қалды. Сендей қайын кімде бар екен, жеңгесін сағынатын деп қалжыңға айналдырғандай болды Көркем. Мен саған жеңге ретінде қарай алмаймын деп Дархан әдеттегіше шай дайындай бастап, Көркем де ақымақ емес қой. Оның үстіне өзіне деген Дарханның ерекше көз қарасымен ықыласын сезіп жүр. Дархан сезімін айтса бірден бетін қайтарып, енді келмеуін өтінемін деп тастай бекініп қойған іштей. Бірақ Дархан да ашып ештеңе айтпай жүр. Шай ішіп отырып Көркем: Дархан, сен енді маған келмей қойсаң қайтеді деді. Дархан неге деп таң қалды. Енді білмеймін ғой, назымнан қысылам. Оның үстіне ел жұрт маған күнде келіп жүргенді білсе, дұрыс түсінбейтін шығар. Мен саған ризамын, сенің алдында қарыздармын. Бірақ енді саған сенбей, осы қалпыммен өзім өмір сүріп үйренуім керек деген Көркемнің сөздері Дарханға бірінен соң бірі тиген соққыдай болды. Сен бүгін көп сөйлеп кеттің. Жатып демал. Түстен кейін соғамын деп Дархан Көркемнің сөзін елемегенде кейіп танытып тұрып кетті. Көлігіне барып, Көркем неге Дарынды есіне алды. Неге ол үшін алаңдайды. Әлі де оны сүйеме, бірақ олай болу мүмкін емес. Сонша қиянат жасаған адамды қалайша ұмыта алмай жүр деп қызғанышпен арпалысып көлігінде біраз отырды да жұмысына қарай бет алды. Дархан кеткен соң Көркем қалың ойға шомды. Бір сұмдық болмай тұрғанда Дарханмен ара қатынасымыз үзу керек деп іштей бір шешімге келгенмен ішкі жан дүниесінде қимастық сезімі пайда болған Көркем қанша мойындағысы келмесе де жүрегінің не айтқысы келгенін анық түсінді. Ішіндегі қимастықтан өзі шошыды Көркем. Тек бұлай болмайды, бұл дұрыс емес деп қайталаумен болды. Осылайша Көркем өз махаббатына өзі тосқауыл қойып отырғанда бөлмеге Дарын кіріп келді. Көркем Дарынды көріп қатты таң қалды. Күтпеген жерден басына жай түскендей күйде. Дарын деді. Көркем өз көзіне өзі сенбей. Қалайсың? Иә, мен жағдайыңды білейін деп келіп едім деді Дарын. Даусы әрең шығып орындыққа жайқаса. Күлкімді келтірмеші деді Көркем мысқылдап. Кешірші Көркем деді Дарын басын жоғары көтерместен. Не үшін келдің? Көріп тұрғандай жағдайым. Осы күнге дейін қайда болдың Дарын? Мен мына жерге қалай қидың? Мен саған сеніп тағдырымды табыстаған едім ғой. Не болса да жанынан табыламын деген берген уәден қайда? Болары болып, бояуы сіңген соң несіне келдің деп Көркем ішіндегісін айтып салды. Тек осы кезде ғана Көркем Дарынға суып үлгергенін түсінді. Кешірші Көркем. Білем, тіпті кешірімге лайық емеспін. Бірақ мен бәрін түсіндім. Сен тек мүмкіндік бер. Мен сенің аяққа тұруыңа барымды саламын. Маған соңғы рет сенші деді Дарын ағынан жарылғандай. Кетші Дарын, кет. Сені көргім келмейді деп Көркем Дарынды қуып шықты.
кетіп бара жатып Дарын, мен тағы да келемін. Сен ашуыңды басып ойлан деп шығып кетті. Көркем екі оттың ортасында қалғандай, бір жағынан Алланың алдында да, заңның алдында да некелі жары, бір жағынан жүрегіндегі бой көтеріп, жанына жылулық сыйлап, өміріне жарық берген ғашықтық сезімі. Не де болса жүрекке әмір жүрмейтіні Көркемге мәлім болса да, Көркем Дарханға деген махаббатында болашақ жоқ екенін ақылмен түсінді. Дархан жұмыстан шығып Көркемге барғысы келгенмен үйіне қайтуына тура келді. Назым хабарласып, ұлының қызуы көтеріліп жатқанын айтты. Алып ұшып, дәрі-дәрмегін алып келген Дархан дастархан басында отырған Дарын мен ата-анасының әңгімесінің үстінен түсті. Ағасы Дарын сөз барысында әкесіне: әке, мен Көркемді алып келгім келеді. Не болса да ол менің жарым, әйелім. Жаза басып оны да қатты ренжіттім. Бірақ енді де жанында болып қолдау көрсеткім келеді деген Дарынның сөздерін естіген Дарханның қаны басына шауып, ұлын бір сүйді де үйден шыдамай шығып кетті. Дәл бұлай ешқашан ешкімді қызғанған емес еді. Көркемді тіпті өз күйеуіне де қимады, өз ағасына қимады. Есі ауысқан ессіздей ауланып әрі-бері кезіп жүр. Мен оны ешкімге бере алмаймын деп күбірлеумен болды. Телефонын алып Көркемге қоңырау соқты. Алло, деді тұтқаның ар жағындағы нәзік дауыс. Не істеп жатырсың? Кешкі тамағыңды іштің бе, деді Дархан. Дарын келді, кешірім сұрады. Мені алып кетпекші, деді. Содан: кешіресің бе енді, деді Дархан даусын көтеріңкіреп. Көркем үндемеді. Бір нәрсе деуге де дәті бармады. Екеуі де үнсіз қалды. Дархан үшін Көркемнің тұтқаның ар жағынан естілген демінің өзі жеткілікті еді. Бұлар сөйлемегенмен екі жүрек бір-біріне баяғыдағы ашылып қойған. Ұзақ үнсіздікті Дархан бұзды. Мен өзім сені алып кетемін ол жерден, деді де әдеттегіше Көркемді тыңдамай тұтқаны қоя салды. Көркем де Дарханның осы мінезі ұнайтын. Ертесінде дастархан басында Дарын: Дархан, сен қалаға барасың ғой, мені де ала кетші, деді інісіне. Жайшама, деді Дархан жақтырмаған кейіпте. Көркемге баруым керек, жақсылап сөйлесейін деп едім. Кеше барғанда мені тыңдамады. Ашуы басылған болар, деді. Ойында ештеңе жоқ Дарын. Қай бетіңмен барып жүрсің оған? Біле білсең сенің кесіріңнен емес пе осының барлығы, деп Дархан ашуға мінді. Сонда Дарын: сен боқмұрын не деп отырсың? Тілің шығайын деген екен, деп Дарын інісінің жағасына жармасты. Әкелері ортаға түсіп, енді ажырата бергенде Назым: осы сенің Көркем десе, емешегің езіліп ақ тұрады екен. Нең бар оларда? Барса бөтен әйелге емес өз әйеліне барған шығар ағам, деп Назым да отқа май құйғандай болды. Дархан жан-жағына ызалы бір қарады да есікті тарс жауып үйден шығып кетті. Көлігіне отырды да әдеттегіше жанына тыныштық сыйлар жаққа қарай ұйтқып келді. Көрдіңіздер ме апа, бір нәрсе болса болды, осылай басын алып қашады. Мен ол ашуланатындай не айттым соншама? Тіпті менің сөзімді елеуден қалды. Жетер енді, мен кетемін, деп үйде қалған Назым да ашу үстінде киімдерін жинай бастады. Отбасының берекесін қашырған ең әуелі өзінің мінезі екенін ол кезде Назым тіпті ойламады да, баласын алды да төркініне кетіп қалды. Анасы қанша қоңырау шалса да ашулы Дархан тұтқанын көтермеді. Оның бар ойы тездетіп Көркеміне жетіп, күлкісін бір көріп даусын есту еді. Ұшқан құстың жылдамдығымен Дархан Көркем жатқан жерге келді. Бұл жолы ол Көркемді бақшадан тапты. Жанына барып: Көркем, мен келдім, деген Дарханның даусын естіген Көркем артқа жалт бұрылды. Бүгін Көркем ерекше әдемі көрінді Дарханға. Қош келдің, деді Көркем басын изеген болып. Кітап оқып отырсың ба, деп Дархан Көркемнің қолындағы кітапты алып тастап, қолынан қысып ұстап алды. Көркем қолын кері алуға тырысқанымен Дархан жібермеді. Тырыспа, бәрібір жібермеймін, деген Дарханға Көркем бір нәрсе айтуға оқталып еді. Үндемеші, осылай отыра тұрайықшы. Дәл қазір мен осы тыныштыққа зәрумін. Сен тек осылай отыр, деп Дархан Көркемнің қолын қыса түсті. Көркем де бір сәтке сезімге ерік беріп, Дарханның дегеніне көніп үнсіз отырды. Шіркін, осы сәтте уақыт тоқтап қалса ғой, деп Дархан сұраулы көзбен Көркемге қарап. От басқалы жүргін. Бұлай жалғаса берсе, талай жанның көз жасы төгілері қақ. Кеш болмай тұрғанда осы жерден доғарайық, деді Көркем. Ішіндегі сезімін тұншықтырғандай көзіне жас алып: сен маған керексің, екінші маған мұндай өтініш жасама. Мен сенен қаласам да бас тарта алмаймын.
Мен сен дей бергенде Дарханды Көркем бөліп жіберді. Үндеме, маған олай айтуға құқың жоқ деген Көркем Дархан сүйетінін айтса да өз-өзін ұстай алмай қалам ба деп қорықты. Жақсы, қашанғы жүрегіңмен күресер екенсің, қанша тырыссаң да жүрекке әмір ете алмайсың. Маған деген көңіліңді сеземін. Мен бәріне шыдауға бармын. Кім не десе де бәрібір маған деді де Дархан кетіп қалды. Құдайым-ау, мынау махаббат азабы неткен ауыр еді. Тәнімнің дерті де бұлай қинамап еді. Маған бұл сезімнің еш керегі жоқ қой. Неге жанымды азаптап қойдың деп Көркем өкініштен өзегі өртеніп жылап алды. Дархан кеткен соң Көркем көп ойланды. Адам ойдың түбіне жеткен бе жарықтық. Көркем де қанша ойланса да ой түбіне жете алмады. Кешкісін Көркемге тағы Дарын келді. Бірақ Көркем Дарынға енді келмеуін өтініп ажырасуға арыз жазатынын айтты. Алайда бұл шешімі Дарханның сезіміне деген жауабы емес еді. Қандай жағдай болмасын, тіпті Дархан өмірінде болмаса, Көркемнің ажырасатыны анық еді. Көркемнің кешірмейтінін түсінген Дарын еш амалы қалмай кері қайтты. Көркем болса, мүгедектер үйінің басшысымен сөйлесіп, өзін басқа қалаға ауыстыруын өтінді. Ол кісіге Көркемге басқа қалаға ауысуына болатын, алайда бір ай уақыт күту керек екенін жеткізді. Көркем Дарханға бұл жайлы айтпауын өтініш жасады. Ол үшін бұл шешім қиынға соққанымен бұдан артық шешім таппады. Егер кетпесем, ел жұртқа күлкі боламыз. Не де болса Дарханның өмірінен жоқ болып кетуім керек деген шешімге келді. Көркемнің бұл жоспарынан бейхабар Дархан Назымның үйден кеткенін естігенде көңілі түсе қоймады. Ғашығымен қосылу үшін бір кедергіден құтылғандай болды. Тек баласы үшін жүрегі ауырып, өзін оның алдында кінәлі сезінді. Дархан хабарласып, Назымның кетіп қалғанын айтқанда, Көркем өзін кінәлі сезініп, сол түні ұйықтамады. Екінші күні әдеттегіше Дархан ертесімен Көркемге келді. Ажырасуға арыз жазыпсың, апамнан естідім таңертең деді Дархан, қуанышын жасыра алмай. Иә, енді өзім үшін өмір сүргім келеді. Аяққа тұруға тырысуым керек деді Көркем. Көзінің астымен Дарханға қарап, аздап күте тұр. Үйдегілермен сөйлеспекшімін сен жайлы деген Дархан іш ойын жасырмады. Дарханның бұл жоспары Көркемді қатты қорқытып жіберді. Абдыраған күйі, сенің еңсің дұрыс па? Сонда не дейсің? Не деуші едім, шындықты айтам. Сені ұнататынымды айтам. Сен не деп ойлап едің? Саған деген көңілімді өле-өлгенше жасырып қалады деп ойладың ба деп Дархан еш саспастан айтып салды. Сен менен сұрадың ба? Менің қалауым сені қызықтырады ма негізі? Сосын сен не дейсің үйдегілерге? Мен жеңгемді ұнатам деп қалай айтасың? Күйеуім болса тірі, жесір емеспін. Апа мен әкемнің жүректері тоқтап қалар. Мына сұмдықты ешкім естімесін деді Көркем ашуланып. Сенен неге сұраймын? Саған салса, сен менен бас тарта саласың. Сен еш нәрсеге уайымдама, тек емдел, дұрыстап. Қалғанын өзім шешемін деп Дархан Көркемнің маңдайынан сүйіп алды. Дарханнан бұрын соны мұндай әрекет көрмеген Көркем не дерін білмей қалды. Көркем тездетіп бұл жақтан кетпесе, жағдай ушығатын түсініп, мүгедектер үйінің басшысымен тағы да сөйлесуге бекінді. Ол кісіге бар жағдайды жасырмай жайып салып, қалайда кетуі керектігін өтініп көмек сұрады. Ол кісі Көркемге қол ұшын созып, басқа қалаға кетуіне мүмкіндік берді. Дархан Көркемді алып кетіп орналастыратын пәтер іздеп жүргенде, Көркем бір парақ хат қалдырып, жүрегіндегі сезімін тұншықтырып, басқа қалаға кетіп бара жатқан еді. Дархан алып ұшып Көркемге үйдің кілтін алып келгенде, мүгедектер үйінің басшысы қолына Көркемнің бір жапырақ хатын ұстатты. Дархан, менің маңдайымнан сүйген ерніңнің ыстық табы мәңгі жүрегімде қалады. Мен осы бір мезгілсіз келген күнәғар махаббаттан қашып барамын. Бәлкім мен қорқақ, әлсіз шығармын. Бірақ мен бұл сезімге ерік беріп адасқым келмейді. Алла бізге сезімді сынақ қып берді. Бұл сынақтан сүрінбей өтуге міндеттіміз. Бәрі өткінші болар. Тек менің саған деген көңілім емес. Мен сені ешқашан ұмытпаймын. Саған деген сезімімді сәбидей құндақтап жүрегімнің түбінде әлдилеп өтетінім анық. Мен бұл қалаға жастығымды, өткенімді ең ауыры сені тастап барамын. Басқа амалым жоқ, кетуім керек. Кетпесем, от басатыным анық. Мен сенің жаныңда әлсізденіп барам. Иығыңа асылып құшағыңа құлай кеткім келетін жағдайға жеткізді. Бұл ессіз махаббат. Бәлкім бұдан кейін мен ешқашан мұндай ғашықтықты, құштарлықты енді ешкімге сезінбеспін. Көндім.
Қалған ғұмырыма жүрегімде саған деген кіршіксіз сезімім жеткілікті. Сенен тек бір өтінішім бар, мені іздеме. Арамыздағы ыстық ілтипат пен көңілдің куәгері тек жалғыз екеуміз ғана болып қалайық. Себебі бұл махаббатты жарияға жар салатындай құқығымыз жоқ біздің. Мені ұмыт демеймін, тек мен жайлы жадыңда жақсы естеліктер қалса деймін. Аман бол, қош бол менің баянсыз махаббатым. Хатты оқып жатып Дарханның көзінен шыққан мөлдір шақтар хатқа төгіліп жатты. Бұл жас емес, төгіліп жатқан оның махаббаты еді. Ішінен, көркем бұлай жасамаса, көркем болар ма еді? Не деген көрегендісің көркемім. Мен сені ешқашан ұмытпаймын. Бақытты бол деп күбірлей берді. Бұл оқиғада бәрі адасқан шығар. Бірақ Дархан мен көркем адаспады. Дархан да, көркем де бір-біріне деген сезімдерінің жылдар бойы жүрек түбінде сақтап өтетіндері белгілі. Мүмкін екеуі де басқа жанның жары атанар. Бірақ жүрек түбіндегі жылы естеліктер ешқашан өшпес. Махаббаттың тек екі ғана ғашық түсініп, біз түсінбес сан мың заңы бар. Әңгіменің соңы.